Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рационал сандарды көбейту. Сабақтың мақсаты таңбалары бірдей сандарды көбейту, таңбалары әртүрлі сандарды көбейту. Бүгінгі сабақта сіздер таңбалары бірдей және таңбалары әртүрлі сандарды көбейтуді үйренесіз. Алдымен өткен сабақтағы білімімізді пысықтап алайық. Қандай сандар оң сандар деп аталады? Қандай сандар теріс сандар деп аталады? Қандай сандар бүтін сандар деп аталады? Санның модулі дегеніміз не? Таңбалары әртүрлі сандарды қалай қосады? Таңбалары теріс сандарды қалай қосады? Қарама-қарсы сандардың қосындысы неге тең? Есімізге түсіріп алсақ, иә жоқ ойынын ойнайық. Иә жоқ ойынның шарты бойынша, егер сіз тұжырыммен келіссеңіз плюс таңбасын, келіспесеңіз минус таңбасын қойыңыз. Бір-бірінен таңбасымен ғана ажыратылатын сандар қарама-қарсы сандар деп аталады. Әр сан үшін оған қарама-қарсы екі сан бар. А санының модулі деп координаталар басынан А нүктесіне дейінгі қашықтықты айтады. 0 санының модулі 0-ге тең. Санның модулі теріс санға тең бола алады. Қарама-қарсы сандардың модульдері әртүрлі. Екі теріс санның қайсысының модулі үлкен болса, сол кіші. 0 кез келген теріс саннан кіші. 0 оң саннан кіші. Егер кез келген санға 0-ді қосса, сан өзгермейді. Енді жауаптарыңызды тексеріңіз. Дұрыс па екен оқушылар? Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. 25, минус 11, 0, 7,5, минус 8, минус 23, 609, 8, минус 5, минус 0,5, 12 сандары берілген. Берілген сандардан теріс сандарды, 0-ден артық сандарды, модулі 10-нан артық сандарды, қарама-қарсы сандарды табыңыз. Теріс сандар минус 11, минус 8, минус 23, минус 5, минус 0,5. 0-ден артық сандар 25, 7,5, 609, 8, 12. Модулі 10-нан артық сандар 25, минус 11, минус 23, 609, 12. Қарама-қарсы сандар минус 8, 8. Рационал сандарды қосу және азайту амалдарын орындау арқылы мәнін табыңыз. Мәнін дұрыс жауаппен сәйкестендіру арқылы жасырын сөзді табыңыз. Қандай сөз шықты оқушылар? Көбейтінді. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рационал сандарды көбейту. 18 ғасырда ұлы орыс ғалымы математик әрі механик Леонард Эйлер теріс сандарды көбейту ережесін былай түсіндірген. Минус 5 пен 3 сандарының көбейтіндісі минус 15 екені түсінікті. Сондықтан минус 5 пен минус 3 көбейтіндісі минус 15-ке тең бола алмайды. Дегенмен ол 15 санымен байланысты болатыны белгілі. Бұлай болатын бір ғана мүмкін жағдай бар. Минус 5 пен минус 3-тің көбейтіндісі 15-ке тең. Ежелгі ережені қарайық. Менің досымның досы, менің досым. Бұл жерде дос плюс таңбасымен, ал қас минус таңбасымен өрнектелген. Яғни плюс оң сан мен оң санның көбейтіндісі оң санға тең. Менің досымның қасы, менің қасым. Оң сан мен теріс санның көбейтіндісі теріс санға тең. Менің қасымның қасы, менің досым. Теріс сан мен теріс санның көбейтіндісі оң сан. Менің қасымның досы, менің қасым. Теріс сан мен оң санның көбейтіндісі теріс сан. Бұл жерде байқағаныңыздай оқушылар оң сан мен оң санның көбейтіндісі және теріс сан мен теріс санның көбейтіндісі оң санға тең болады екен. Олай болса, таңбалары бірдей екі санның көбейтіндісінің мәні оң сан. Және де оң сан мен теріс санның көбейтіндісі, теріс сан мен оң санның көбейтіндісі теріс санға тең болады екен. Олай болса, таңбалары әртүрлі екі санның көбейтіндісінің мәні теріс сан. Рационал сандарды көбейтуде де көбейтудің ауыстырымдылық, терімділік және үлестірімділік қасиеттері қолданылады. Енді оқушылар алған білімдеріңізді пайдаланып, көбейту дұрыс орындалған ба? Тексеріп көріңіз.
теріс сан мен 10 санның көбейтіндісі теріс санға тең болатынын білеміз. Олай болса, минус 5 пен 6-ның көбейтіндісі минус 30. 0 мен кез келген санның көбейтіндісі 0-ге тең. Олай болса, 0 мен минус 4,156-ның көбейтіндісі 0-ге тең. Көбейтіндінің таңбасын анықтап мәнін табыңыз. Тексерейік. 7 мен минус 0,5-ның көбейтіндісі минус 3,5-ге тең. Минус 4,2 мен минус 10-ның көбейтіндісі 42-ге тең. Минус 2 мен минус 3,3-ның көбейтіндісі 6,6-ға тең. Минус 1,2 мен 2-ның көбейтіндісі минус 2,4-ге тең. Минус 1, минус 2, минус 5, минус 15, 0 сандарының көбейтіндісі 0-ге тең. Келесі тапсырмада есептеме салыстырыңыз. Бұл жерде таңбаға мұқият мән береміз. Оң сан мен теріс санның көбейтіндісі теріс сан, оң сан мен оң санның көбейтіндісі оң сан. Теріс сан оң саннан кем болады. Теріс сан мен оң санның көбейтіндісі теріс сан мен теріс санның көбейтіндісі оң сан. Теріс сан оң саннан кем болады. Теріс сан мен теріс санның көбейтіндісі оң сан мен 0-дің көбейтіндісі 0-ге тең. Оң сан 0-ден артық. Оң сан мен 0-дің көбейтіндісі 0, және 0 мен теріс санның көбейтіндісі де 0-ге тең. Олай болса, екі өрнек өзара тең. Енді оқушылар, көзімізді демалтып, көз жаттығуларын жасайық. Көзімізді оңға, солға 10 рет жылжытыңыз. Енді жоғары төмен 10 рет жылжытыңыз. Көзіңізді оң бағытта 10 рет айналдырыңыз. Көзіңізді теріс бағытта 10 рет айналдырыңыз. Көзіңізді 10 рет ашып жұмыңыз. Көз жаттығулары аяқталды. Жұмысымызды жалғастырайық. Бал арасына өзінің ұяларын балмен толтыруға көмектесейік. Минус 7 мен 12-ның көбейтіндісі минус 84-ге тең. Минус 3 пен минус 10-ның көбейтіндісі 30-ға тең. Минус 7 мен минус 5-ның көбейтіндісі 35-ге тең. Минус 3 пен 12-ның көбейтіндісі минус 36-ға тең. 9 пен минус 10-ның көбейтіндісі минус 90-ға тең. 9 пен минус 5-ның көбейтіндісі минус 45-ге тең. 9 пен 12-ның көбейтіндісі 108-ге тең. Минус 3 пен минус 5-ның көбейтіндісі 15-ге тең. Минус 7 мен минус 10-ның көбейтіндісі 70-ге тең. Бал арасына барлық ұяларын толтыруға көмектесті. Олай болса, сіз жарадыңыз. Өз бетімен орындауға 6 сыныптың математика оқулығының 1 бөліміндегі 142 беттегі номер 472 есеп. Бұл тапсырманың электрондық нұсқасын көрсетілген QR код арқылы өтіп,
көруіңізге болады. Тапсырманы орындау барысында таңбалар ережесін есте сақтаңыз. Бұл тапсырманың жауаптарын көрсетілген QR-код арқылы өтіп тексеруіңізге болады. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытайық. Бүгін мен нені үйрендім? Мен нені орындай алдым? Маған не қиын болды? Мен енді нені орындай аламын? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.